Ассалаумағалейкум. Менің осы YouTube арнамда шыққан ең алғашқы видеодағы айтқан негізгі ой, қазақ тілін дамыту үшін оған ең бірінші мұқтаждық керек. Бізде тілге деген мұқтаждық, қажеттілік болса, тек сол кезде ғана біз оны пайдаланамыз. Ал тіл қай кезде дамиды? Оны пайдаланған кезде. Егер біз оны пайдаланбасақ, ол ешқашан дамымайды. Ал оны пайдалану үшін оған қажеттілік, мұқтаждық керек. Иә, әрине, біз бәріміз ондай емеспіз. Бірақ жалпы біздің қоғамды алып қарасақ, қоғамның басым бөлігінде тілге деген сондай прагматикалық көзқараста, пайда тұрғысынан қарайды. Мысалы, қазақ тілін үйренгісі келмейтін жүрген азаматтардан сұраған кезде, себебі не деп, олар бәрі бір сылтауды айтады. Маған қазақ тілі қажет емес дейді. Менде оған мұқтаждық жоқ дейді. Ол менің қажетімді өтей алмайды дейді. Мен оның орнына өз қажетімді орыс тілі арқылы қанағаттандырамын. Керек болса ағылшын тілін үйренемін дейді, ал қазақ тілі дамымаған тіл дейді. Бұл прагматикалық көзқарас. Бізде қоғамда осындай прагматикалық көзқарас басым бар кезде қазақ тілі ешқашан дамымайды, өйткені оның қолданысы өте шектеулі. Ал енді оның үстіне бізде елімізде қазір екі тілдің арасында ашық, еркін бәсекелестік бар. Өйткені орыс тілінің қолданысы еркін. Осындай жағдай бар кезде қазақ тілі ешқашан жеңе алмайды. Өйткені ол бәсекеге қабілетті тіл емес. Ол даму жолында артта қалып қойған тіл. Орыс тілі заманға сай дамып келе жатқан тіл. Сондықтан осындай ашық, еркін бәсекелестік бар кезде орыс тілі қашанда жеңіп кетеді. Сондықтан да менің айтып жүргенім, бізге қазақ тілінің дамуына жағдай жасау үшін осындай бәсекелестік болмау керек. Таңдау еркі болмау керек. Сондықтан орыс тілін барынша шектеуге тырысу керек, оның қолданысын шектеу керек. Тек сол кезде ғана біз қазақ тілін амалсыздан қолдана бастаймыз. Бізде таңдау еркі болмайды. Біз оны амалсыздан қолдана бастағасын, ол дами бастайды. Бірақ мұның бәрі өкінішке орай жай халықтың қолынан келмейді. Бұл тікелей биліктің үкіміне байланысты. Сондықтан қазіргі уақытта бұны жүзеге асыру мүмкін емес. Өйткені біздің билік қазақ тіліне қарсы саясат жүргізіп жатыр. Ал енді осының бәрін ескеріп, біз қарапайым қазақ халқы не істей аламыз осындай жағдайда? Біздің қолымыздан келетін тек бір нәрсе ғана. Қазақ тіліне мұқтаждықты қолдан жасау керек. Оған қажеттілік тудыру керек. Оны біз қалай істейміз? Оны біз маңызды, пайдалы, сапалы, заманауи қазақ тілді ақпаратты көбейту арқылы ғана жүзеге асыра аламыз. Ол ақпарат қайталанбас ақпарат болу керек. Орысша айтқанда уникальный. Яғни қазақ тілінде бар, орыс тілінде жоқ ақпарат болса, тіпті жақсы. Ол кезде қазақ тіліне мұқтаждық көбейеді. Өйткені сол ақпаратты алғысы келетін адамдар оны орысша таба алмағасын, оны амалсыздан қазақша қолдануға мәжбүр болады. Сөйтіп олар қазақ тілін үйренуге амалсыздан мәжбүр болады. Мен сіздерге қазір бірнеше мысал келтірейін. Менің бір әріптесім өзі қазақ, бірақ шала қазақ деп айтуға болады. Қазақша еркін сөйлеуге қиналады және тыңдаған кезде де кейбір нәрселерді түсінбей жатады. Сол кісі маған бір күн айтады, мен қазір қазақ тілін үйрене бастадым дейді. Менде қызығушылық пайда болды дейді. Қызығушылық болғанда қажеттілік дейді. Сонда оған себеп не десем, ол айтады, мен Ринат Зайытовтың видеоларын қарап жүрмін, бірақ оның кейбір сөздерін түсінбеймін дейді. Оны жақсылап түсіну үшін мен қазақ тілін үйрене бастадым дейді. Ал сонда ол Ринат Зайытовты не үшін қарап жүр дейсіздер ғой, оған осындай бір қызық жағдай ұнап қалды да. Ол өзі оппозициялық бағытта видеоларды қарап жүрген кісі, Мұхтар Әблязовтың видеоларын қарап жүрді. Сөйтіп маған айтады да, Мұхтар Әблязов 2 жыл бойы халықты үгіттеп жүріп, көшеге 2000 адам шығара алмады дейді. Ал Ринат 2000 адамды 2 сағатта шығарды дейді. Маған оның феномені ұнап қалды да, ол қалай соған қол жеткізді дейді, соны бір түсіну үшін мен оның видеоларын қарап жүрмін дейді. Мүмкін бұл мысал онша сәтті мысал емес шығар, өйткені қазір халықтың жартысы Ринаттан бет бұрды, одан көңілі қалды, оны сатқын дейтіндер де бар. Мен бұған қатысты ешқандай пікір айта алмаймын. Менің көзқарасым бейтарап, мен оны мақтамаймын да, жамандамаймын да. Бірақ мұндағы менің айтайын деген негізгі ойым, Ринат тек қазақша ғана сөйлейді. Ол орысша сөйлемейді. Сондықтан оның сөзін түсіну үшін сол көрермен амалсыздан қазақ тілін үйренуге мәжбүр болады. Осылай қайталанбас уникалды қазақ тілді контент дайындау арқылы біз осындай мұқтаждықты қолдан жасаймыз. Қазақ тіліне қажеттілікті арттырамыз. Тағы бір мысал, бізде қазір әлемге әйгілі танымал әншілер бар. Мысалы 91 тобы, немесе Димаш Құдайберген. Олар қазақ тілінде ән айту арқылы оған қажеттілік тудырды. Бүкіл әлемдегі осы әншілердің фанаттары қазақ тіліне қызығушылық танытып, оны үйрене бастады. Неге? Олардың айтып жатқан әндеріндегі сөздерді түсіну үшін. Осылай қазақ тілді контент, сапалы, жоғары деңгейде контент шығару арқылы олар қазақ тіліне мұқтаждық тудырды. Енді бізде қазір тек осы саясат пен шоу-бизнесте ғана емес, барлық маңызды, қажетті салаларда осындай сапалы контент көбірек шығу керек. Ол мейлі видеоблог бола ма, аудиоподкаст бола ма, ол деректі фильм бола ма, ол жазбаша мақалалар бола ма, бәрібір. Осындай ақпаратты көптеп шығарып, халыққа жеткізе беру керек. Сол кезде біз қазақ тіліне деген
қажеттілікті арттырып оған мұқтаждық тудырамыз. Мысалы менің ютубта екінші арнам бар. Ол арнада мен ғылыми медицина бағыттағы ғылыми зерттеулерді талқылап соған қатысты өз пікірімді айтамын. Ғылыми мақалаларды оқып соларды талқылаймын, анализ жасаймын. Одан кейін кейбір деректі фильмдерден үзінділерді немесе сондай қысқа ағылшын тілді видеоларды қазақ тіліне аударып сол арнаға салып отырамын. Ол видеолардың көбі орыс тіліне әлі аударылмаған. Бірақ мен оларды қазақ тіліне аудару арқылы сондай қайталанбас қазақ тілді контент дайындап, кішкене болса да тілдің дамуына өз үлесімді қосқым келіп жүр. Сіздерді де бәріңізді осындай іспен айналысуға шақырамын. Өйткені бізде қазір биліктің аузына қарап отыратын уақыт жоқ. Қазіргі билік бар кезде оларға үміт артуға болмайды. Бұл істі өз қолымызға алуымыз керек. Мысалы, орыс тілді блогерлерді қарасаңыздар, олар жақсы сапалы материалдарды көп шығарып жүр. Оның ішінде қазақтар да аз емес. Сонда олар не айтады? Мысалы, жұрттың баласы деген блогерді білетін шығарсыздар. Ол осыдан бірнеше жыл бұрын қазақ тіліне қатысты өте жағымсыз видео шығарды. Сонда оның айтқан аргументі мен бағана айтқандай, қазақ тілі дамымаған, қазақ тілінде ешқандай ақпарат жоқ, сондықтан мен орыс тілінде видео түсіремін дейді. Мен оған комментарийде жаздым. Егер қазақ тілі сондай дамымаған тіл болса, ақпарат аз болса, өзің неге сол ақпаратты шығармайсың деп. Кейін бірнеше жылдан кейін ол өзінің айтқан сөзіне өкінді. Ол жаңадан видео шығарды. Өзінің қатесін түсініп, соны мойындап, мен қателескен екенмін, қазақ тілі қазір дамып келе жатыр, қазақ тілінде сапалы ақпарат қазір шыға бастады, қазақ тілінің болашағы бар екен деп өз сөзіне өкініп, тәубесіне келді. Алдағы уақытта мүмкін қазақша видео шығаратындар шығар. Кім біледі? Бас істейтін жігіт мүмкін тәубесіне келіп қазақ тілді видео шығарса тіпті жақсы болар еді. Енді бізге бәрімізге халық болып жұмылып бұл істі қолға алу керек. Және видео ғана емес, жазбаша ақпараттарды, мысалы, кімнің жазу қабілеті жақсы, кім әдемі жаза алады. Қазақша мақалалар жазу керек, әртүрлі тақырыпта. Ғылым бола ма, мәдениет бола ма, тарих, техника, кез келген салада маңызды, пайдалы ақпаратты жеткізетін осындай контентті көбірек шығара беру керек. Сол арқылы біз қазақ тілінің дамуына үлес қосамыз. Сол кезде біз қазақ тіліне мұқтаждық тудырамыз, оған қажеттілікті арттырамыз. Сол кезде қазақ тілі дами бастайды.